Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде қысқаша көбейту формуласының келесі тақырыбы ол екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Жалпы оның формуласы мына түрде берілген. А минус Б және А плюс Б-ның бір-біріне көбейтсек, А квадрат минус Б квадрат формуласы берілсе. Немесе керісінше, А квадрат минус Б квадрат формуласы бізде А минус Б, А плюс Б деп беріледі екен. Осы формуланы қолданып, біз осы 4 мысал есепті шығарып көрейік. Бірінші мысалда бізде міне қараңыздар 4 минус 5А 4 плюс 5А деп екі көбейткіш шектеліп тұр екен. Осыны біз шығару үшін алдыңғы сабақтарда жақшаны ашып әр қайсыны көбейтетін едік. Ал енді бізде мына формуламен қолдансақ, қараңыздар міне А минус Б-ның орнында 4 минус 5А тұр, А плюс Б-ның орнында 4 плюс 5А тұр. Демек, біз не істейміз? Біріншісі бізде А-ның орнында 4 тұр, демек А-ны біз квадраттаймыз. Міне 4-нің квадраты минус міндетті түрде Б квадрат дейді. Бұның орнына бізде 5А тұр екен. Сол 5А-ны квадраттау керекпіз. Сонда бізде неше болады? 4-дің квадраты 16, азайтылған 25А квадрат. Енді осы бірінші есепті ғана тексеріп көрейік. Оған дейінгі тәсілмен, сонда қараңыз. 4-ті 4-ке көбейтеміз. 16, 4-ті плюс 5А-ға көбейтсек, плюс 20А. Енді минус 5А-ны 4-ке және 5А-ға көбейтеміз. Ол қалай болады? Минус 5А-ны 4-ке көбейтсек, минус 20А. Минус 5А-ны плюс 5А-ға көбейтсек, минус 25А квадрат болады екен. Әрі қарай ықшамдасақ, плюс 20 мен минус 20А жойылып кетеді, сонда 16 азайтылған 25А квадрат. Демек, мына формуланы қолдану арқылы біз бірден жауабын шығара алады екенбіз. Келесі босын қарайық. 8 плюс 3х, 8 минус 3х көбейтіліп болып тұр. Демек, 8-дің квадраты минус 3х-ның квадратына саламыз. Болды. 8-дің квадраты бізде 64, 3х-ның квадраты 9х квадрат. Келесі мына есепті қарайық. Минус m минус 7p, 7p минус m. Енді ұқсас бізде бәрі тұр, бірақ таңбалары түсініксіз кішкене. Онда біз былай істейік. Бірінші көбейткіштегі минустардан құтылайық. Минусты жақшаның сыртына шығарамыз. Енді минусты жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде бізде не қалады? m плюс 7p. Яғни қарама-қарсы таңбаларға өзгереді. Келесі жақшада бізде 7p минус m тұр. Әрі қарай, бұны шығарсақ, минусты жазуды ұмытпаңыздар, мынау минусты. Енді қараңыздар. Орындар кішкене ауысып тұр. Онда біз міндетті түрде қосылғыштардың орнын ауыстырайық. Себебі қосындының мәні өзгермейді бізде. Мынаны 7p плюс m деп жазылайық. Ал екіншісі 7p минус m. Біз осылай мынау формулаға келтіріп алдық. А минус b, А плюс b-ға келтіріп алдық. Көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтінің мәні өзгермейді. Оны да қорықпаймыз. Бірден жаза береміз. Так, минусты жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 7p-ның квадраты, минус m-ның квадраты. Так, минус 7p-ның квадраты бізде 49p квадрат минус m квадрат. Енді мына жерде жақшаны ашып жіберсек болады. Сонда орнын ауыстырғанмен тең ол m квадрат минус 49p квадрат деген сөз. Келесі екінші мысалды қарастырайық. Дәл осы формулаға саламыз. А минус b, А плюс b деген міне тұр. Бізде А минус b, А плюс b болып тұр. Демек, А квадрат минус b квадрат деген формулаға сала алады екенбіз. Тең қарайық. 2х-ның квадраты минус 3y-дің квадраты болады екен. Келесі өрнекті жалғастырайық. Плюс 9y квадрат минус х. Так, 2х-ның квадраты бізде 4х квадрат береді. Минус 9y квадрат плюс 9y квадрат минус х. Мына жерде бізде ықшамдасақ. Минус 9y квадрат пен плюс 9y квадрат жойылады. Сонда 4х квадрат минус х деген жауап қалады. Немесе х-ті жақшаның сыртына ортақ көбейткіш қылдырып шығарып, 4х минус 1 деп осылай көбейткіштерге жіктеу арқылы қалдыруға болады екен жауабын. Үшінші мысал. Бұл жерде енді керісінше қараңыздар. Біз жаңа А минус Б, А плюс Б ол бізге А квадрат минус Б квадраты береді қой. Енді кері процесс А квадрат минус Б квадрат, мына формула. Ол А минус Б, А плюс Б-ның көбейтіндісін береді деген сөз. Енді мына жерде қарайық. 64 деген қандай санның квадраты? Бірінші ыңғайластырып жазып алайық. 64 деген 8-дің квадраты. 8-дің квадраты азайту х-ның квадраты. Енді
жақшаға жіктеп жазамыз. Сонда қалай болады? 8 минус x, 8 плюс x болады екен, иә? Келесі есеп. 49а квадрат дейді. 49а квадрат деген қандай санның квадраты? Ол әрине 7а-ның квадраты, иә? Осылай міндетті түрде жақшаға алып квадраттаймыз. Так, минус 25 деген 5-тің квадраты. b-ның квадраты деген просто b, c-ның 4 дәрежесі деген c квадрат деген сөз, иә? Жартысын аламыз. Сонда бізде а квадрат минус b квадратқа келтіріп жазып алдық. Енді мына бізде а-ның рөлін атқарып тұр. 7а минус, міне а-ны жаздық, минус b. b бізде 5b c квадраттың орнында тұр. Келесі жақшаға плюспен жазамыз, просто қайталап. Болды, осылай есеп шығады. Келесі есеп 2а минус b-ның квадраты минус а плюс 2b-ның квадраты. Оқушылар, мына жерде назар аударсақ, мынау бізде а-ның орнында тұр, а квадрат. Мына жерде мынау b-ның орнында тұр. А квадрат минус b квадрат болып тұр ғой, қараңыздар. Ең үлкен сияқты болып көріп тұр, иә? Көпіктерге жіктеп жазайық. Біріншісі а минус b болады, бірінші жақшада. Демек, а-ның орнында мынау 2а минус b өрнегі тұр. Минус b. b-ның орнында бізде а плюс 2b тұр. Соны жазамыз. А плюс 2b. Так, мына жерде жақшаға жазайықшы. Кетпесе туып кетеді. Келесі екінші жақшашамыз. Енді а плюс б қалдырып жазамыз. А-ның орнында бізде 2а минус б тұр. Плюс б-ның орнында а плюс 2б тұр. Келесі тен ары қарай шығарамыз. Мына жақшаны ашайық. Сонда қалай болады? 2а минус б минус а минус 2б. Я? Екінші жақшада ықшамдайық. 2аға а-ны қоссақ 3а, минус б-ға 2б-ны қоссақ плюс б болады. Мына жердегі екінші жақшаны ықшамдадық, ал бірінші жақшаны ықшамдасақ, 2адан а-ны азайтсақ, а-ның өзі қалады, минус б-дан 2б-ны азайтсақ, минус 3б. Сонда бізде жауап осындай болады екен, иә? Ал мынау бізге не береді? Бұл да қысқаша көбейту формуласы. А минус б, а плюс б-ға келіп тұр, иә? А, жоқ, осылай қалады екен. Бізде мынау а, мынау 3а болып тұр. Осылай шатастырмаймыз, қараңыздар. Төртінші мысал. 4а квадрат минус 9b квадрат минус 2а минус 3b дейді. Мынаны шығару үшін, мына 4а квадрат минус 9b квадрат деген, мына а квадрат минус b квадрат формуласына келіп тұр екен, иә? Соны қараңыздар. 4а квадрат деген қандай санның квадраты? Ол 2а-ның квадраты. Минус 9b квадрат дегеніміз 3b-ның квадраты, иә? Минус, так, 2а минус 3b. Жақсы, әрі қарай шығарайық. Мынаны былай істесекше, минус 1-ді жақшаның алдына шығарып, былай өзгертіп жазып жүрсекше. Жақсы, көрейік қазір. Әрі қарай шығарайық. Не болады? Мынаны жіктеп жазсақ, а квадрат минус б квадратқа келтірсек, 2а минус 3b, 2а плюс 3b. Сосын минус 1 көбейтілген 2а плюс 3b. Қараңыздар, 2а плюс 3b деген бізде қайталанып жазып тұр. Демек, оны бірлет жақшаның сыртына ортақ көбейткіш ретінде қарастырайық. Ал келесі 2а минус 3b минус 1 деп осылай қалдыруға болады.